Көркем гимнастикадан нөмірі 9 қалалық спорт мектебінің біріншілігі биыл халықаралық балаларды қорғау күні мерекесіне арналып отыр. Аталған жарыста мектептің 14 жасқа дейінгі 140 шәкірті өнер көрсетуде. Жарыстың негізгі мақсаты алда болатын халықаралық турнирге қатысатын гимнастшылардың тізімін анықтау. Маусым айында Астана қаласында 20-22 аралығында 5-ші халықаралық турнир Айлия Юсупованың жүлдесіне арналған турнир өтеді. Сол турнирге отбор осы жерде біз өткізіп жатырмыз. Мың бұралған гимнастшылар жарыс төрінде барлық шеберліктерін ортаға салды. Сайыстар жекелей және топтық бағдарламалар бойынша жалғасын тапты. Осы бағдарламадағы үздік өнер көрсеткен топтың бірі Жайна Серікбайдың тобы. 6 арудан құралған топ биылғы мектеп біріншілігінің жеңімпазы атануды ниет етіп отыр. Біз бүгін беспримета биледік. Енді біздің гимнастикаға қатысып жүргенімізге 4 жыл болды. Біз енді бірінші орын аламыз деп ойлаймыз. Жарыс 2 күнге созылады. Қатысып жатқан 140 спортшыдан 40 ғана Астана қаласында өтетін байрақты бәсекеде оңтүстіктің намысын қорғайтын болады. Жарысқа қатысатын 8-7 адам, қатысатын турнирге и показательный выступлением қатысатын 32 адам. 16 қызымыз 2006-2004 жылы, 2003-2000 жылы 16 адам. Айта кетейік, көркем гимнастикадан Астанада өтетін халықаралық турнирдің ашылу салтанатына әлемнің бірнеше танымал гимнастшылары қатысады деп күтілуде. Жанболат Мелсұлы, Адыл Самалиев, Сұлтан Бақытжанұлы, ТВК телеарнасы.